Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Сіздермен бірге менің Кар. Бүгінгі видео бізде get ready with me в школу. Көрмес бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, ендеше біз бастаймыз. Қазір біз базаға мен кәдімгідей крем жағам. Мен уже бетімді увлажнять етіп болдым. Ой, пенкамен анамнан мен жуып, короче, бітті. Енді қазір бетімізді увлажнять етіп тон жағамыз. Тон менде люкс визаж. И, кстати, мен новый несін алдым. Новыйдан алдым. Қазір енді тон жағамыз. Бірінші кішкене бетімізде кебе тұрсын. Каждый қолымызға жаға тұрамыз. Так, мынаны мен қайда жағам енді. Ладно, көзім астына жағасынан. Неге енді осындай кисточкамен тонымызды жағып бүкіл жаққа барамыз. Тумаға кисточкамен жағуға өте қатты не. Короче, тон жақ болдым, енді спонжикпен бетімізді ұрып шығамыз. Тон сеп болдым, енді бізде румяна. Мен негізі мектепке боянып баруға, шынымды айтайын, желанием вообще болмайды. Желанием болмайды да, бірақ иногда болады. Мен қатты боянбаймын деп. Негізі мен қатты боянбаймын, мектептегілерді көрсеңдер прям. Мектепте қыздар бар, олар қатты боянады, мама мен папа мен қатты боянады деп ойлайды. Короче, мен сендерге бір история айтып берейін. Қандай история айтсам болады? Қандай история айтсам болады? История менде вообще көп, бірақ қайсын айтарым білмей жатырмын. Біз 5-ші класста қалай қашып кеткенімді айтатын боламын. Короче, бізде апай прям всегда келіп жүретін да, мектеп, каждый сабақтан. И типа біз қашып кетпесін деп бізге каждый сабақтан келеді. И потом сол кезде бізге келмейді да, апай олимпиадаға ма бір жаққа кетіп қалады да. Потом біз уже шаршап кетеміз уже. Соңғы сабақ не ғой? Музыка. Или 4-ші класста ма? Короче, білмеймін. Сосын мен қасымды істеп жатырмын, кстати. Потом барып, сөйтіп ішіміз пысып, и шаршап тұрамыз да өзімізде. И потом айтамыз, келесі сабақ не? Келесі сабақ бізде музыка болды, музыкадан қашайық дейміз. Олдар айтады сөйтіп, 2 ұл ма, 3 ұл ма айтады. Вроде бы 3 ұл. Короче, білмеймін. Потом айтамыз, давай дейміз да, и келесі сабақтан қашатын боламыз. И біз сумкамыздың бәрін алып кетеміз. Потом айтады, мына балалар қайда дейді, одан кейін барып айтады. Олар кетіп қалды. Олар олимпиадаға кетіп қалды дейді. Д деп белгілейсіз дейді. И потом ағай оны Д деп бізді белгілейді. 2 ұл, 3 қыз қашып кетті. И потом біз қашып кетеміз. И потом бізде прям қорқып бастаймыз ғой. Прям қазір апай біліп қойсашы, ё-моё деп. Бізде апай не то бірдеме істесең, прям капец айғайлайды. Из-за бізде сондай қорқып тұрдық та. И потом білейін, қазір апай біліп қойсашы,
анау мынау дейміз, апай келіп қалса ше анау мынау деп. Сосын еще олар қашып кетті деген жоқ, олар айтты типа олимпиадаға кетіп қалды деген балалар тоже ұрсады, немене өтірік айтасыңдар анау мынау деп. Вот. Сосын сөйтіп айтқан балалар сөйтіп не істейді да, и біз прям капец қатты қобалжып тұрамыз. Еще ол кезде қоңырау ғой әлі, сұрайды қайда ана балалар анау мынау дейді. Олар олимпиадаға кетті дейді. Сосын апай ағай дым демей белгілей салады, типа жоқ деп та. И вот. Сосын кейін барып прям біз капец қатты қобалжимыз, типа апай келеді, ё-моё, бытшымыз шығарады анау мынау деп. И потом сабақ бітеді, и апай дым білмейді. Как обычно несе берді, и апай дым білмейді. И біз прям қуанып, негізі біз қайтып кете салайық дегенбіз, но кетпейтін болып, короче, күттік. И сосын үйге қайттық. Қасым маған ұнамай тұр. Мына қасым ұзын болып тұр, мына қасым қысқа болып тұр. Ну ладно, пофиг. Ей, кетші. Просто жағаласып тұр. Вот. Біз сол последний раз сол кезде қашқанбыз, одан кейін барып вообще қашпадық. Потому что біз уже қорқып қалдық та. Ей! Мынау бір мысықта, ей, жеме. Заттарым жеп отқан не? Ваза кетші. Сөйтіп сондай болады. Так, достар, енді бірден стрелка. Көзімізді сызамыз. Сол енді біз ойлап тұрық, осы негізі қазір қашуға болады да, бірақ апай бізде постоянно келеді, каждый сабақта. Білет сияқты, как біз қашып кететінімізді. Из-за этого каждый сабақ келеді. Прям қашуға не бермейді да. Туно. Вообще кетіре жүзмей түсіре алмайды екен. Білмеймін, айтатын история да жоқ. Ештеме жоқ, короче. Үндемей істеп отырамын. Мен негізі алдында кетіре жүзмей салғам, но оны YouTube удалить за то, что ол жерде музыка қосылып тұрды. И сөйтіп удалить тастадым. Негізі мен кетіре жүзмей салайын ба, или не надо. И мен ойлап тұрмын сіздерге туториал кірпік жасауды. Маған, короче, инстаграмда бір қыз жазып, типа кірпік қалай жабыстырасың, туториал көрсетші деп. Кстати, мен инстаграм аккаунтым вот. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Осы жерге шын көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып